Сәлем достар, сіздермен осындай үгілмелі керемет болып шығатын рогаликтің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ дәмді болып шығады. Бізге шамамен осындай кесемен 4-5 кесе ұн керек болады. Осылай ситадан өткіземіз. Басында сіздер 4 кесе алсаңыздар болады. Өйткені кейбір ұнның ылғалдығы, тығыздығы болады. 4 кесе алыңыздар, я болмаса жетпей қалған жұмсақ болып жатса, тағы да қарап тұрып қосып жүресіздер. Бір шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай араластырып аламыз. Бірақ мен өзім 5 кесе алған ұным дәл келді. Не артық емес, не кемде емес. Бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды саламыз. 200 грамм қолымызбен елеп крошка жасаймыз. Жақсылап елеп аласыздар. Бұл ұнға бір жер жақсы жұмыртқа, ондай көп ештеме салмайсыздар. Бөлме температурасындағы тұрған қаймағымыз саламыз. Кез келген 300 грамм. Тағы да бір елеп аламыз. Маған осылай ыңғайлы болды. Ыдыстан алып, осылай елеп аламыз. Менде блендерім сынып қалғандықтан осылай 150 граммдай грецкий орех алып, оқтаудың көмегімен езіп шығасыздар. Я болмаса құр орехтің өзімен жасай берсеңіздер болады. Мен мына жерде вареный сгущенка қостым. Сүзбемен де жасай берсеңіздер болады. Мынандай деп фирмасыныкін алсаңыздар болады. Я болмаса 3 желания. Деп фирмасыныкі бір жері жақсы. Духовкаға салған кезде жарылып кетпейді. Термостойкий, термостатный деп аталады ғой. Осылай я болмаса грецкий орех пен вареный сгущенка, я болмаса сүзбемен жасай берсеңіздер болады. Я болмаса жалғыз сгущенканы салуға болады, грецкий орехсыз. Грецкий орехтің өзіне жаңағыдай жұмыртқаның ағын қосып 2 штуктай шекер салып жасасаңыздар да болады. Молдау қылып 200-250 граммдай керек болады. Сосын осы қамырымыз дайын болды. Сол кезде общий қамырымызды өлшейміз де 6-ға бөлеміз. Теңдей қылып ровно бізде қамыр шығу керек. Сол кезде мен міндетті түрде өлшеп аламын. Осылай 12 бөлікке бөлдім. Шамалдан саласыздар ғой. Осылай кесіп аласыздар да бөліп. Қасықтың ұшымен саласыздар, көп өте салып жүрмеңіздер, өйткені жабылмайды. Піскен кезде шығып кетеді. Бізде осыдан 6 бөліктен 12 штуктан шығады каждый. Сонда бізде 72 штук шықты общий. Я болмаса 8 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мен 12 бөлікке бөлдім. Өзіңіз үлкендеу қылып жасайтын болсаңыздар 8 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, күшті болып шығады, мол, әрі балдар тойып жейді. Алдын ала қыздырылып тұрған пеште 170-180 градуста 20-25 минутте пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші арғалай 10-15 минутте пісіріледі, кейде дайын болады. Пісіп шыққан рогаликтерімізді осылай сахарный пудраға ұнатып аламыз. Сол кезде бізде түрі де әдемі болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Көптеген рецепттер шығып тұрады. Сау болыңыздар. Ас болсын.